Сәлеметсіздер ме балалар, бізде қазақ тілі сабағы. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы ілік септік. Бүгінгі өтетін сабақтың мақсаты стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен анықтап түзету. Жазба жұмысын қазақ тілінің пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық нормаларға сәйкес өз бетінше редакциялау. Сабағымызда мына өлең жолдарымен бастайық. Бүгінгі күн терезеден бізге міне қарап тұр. Сондай жақсы көңіл күймен басталады бұл сабақ. Оқушылар, сұрақ-жауап әдісі арқылы өткен тақырыпты есімізге түсірейік. Ілік септігі дегеніміз не? Ілік септігінің сұрақтары қандай? Мысал келтіріп кетіңдер. Оқушылар, оқулықта 41-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді тыңда. Жер сілкінісі жағдайында не істейтіндерін туралы диалог құрастырыңдар. 42-ші жаттығу. Сөйлемдерді тыныс белгісін қойып, көшіріп жаз. Ілік септігіндегі сөздерді тап. Оқушылар, орнымыздан тұрып бір сергіп алайық. Сағаттың тіліндей иіліп оңға бір. Сағаттың тіліндей иіліп солға бір. Оң аяқ, сол аяқ, жаттығу оң аяқ. Оқушылар, 43-ші жаттығуға назар аударайық. Мұз жарылып, суға түсіп кеткен адамға қалай көмектесуге болады? Қасына баруға болмайды, өзіне де суға түсіп кетуі мүмкін. Сондай жағдайда дұрыс болатын әрекетті белгіле. Айқайлап үлкендердің көмекке шақыру. Сыртқа қалың киімді шешіп тастап шаңғымен көмекке бару. Судағы адамға арқан немесе шаңғының таяғын лақтыру. Ештеңе істемеу. Қайсысы дұрыс, соны белгілей кетіңіздер. 44-ші жаттығу. Табиғаттағы қауіпті жағдайлар кезінде не істейтінді ойланып айтып бер. Оқушылар, алдарына смайликтер берілген. Қызыл түс бүгінгі сабақты толық түсінбеген оқушы, сары түс бүгінгі сабақты жартылай түсінген оқушы, жасыл түс бүгінгі сабақты түсінген оқушы тақтадағы бағдаршам суретіне іледі.